Ажыраспа. Отбасы құндылығының бірі толыққанды жанұя. Осындай отбасында тәрбиеленген, өскен балалар бақытты. Бірақ бұны кеш түсінетініміз өкінішті. Мен ажырасудың алдын алу ниетінде өз өмірімді баяндағым кеп отыр. Жақында бір таныс келіншек: "Мен ажырасып кеткеніме қуанып жүрсем, мына әйел өкінем деп жазыпты ғой", деді күліп. Әрине, ол таныс келіншектің күйеуінен көрген азабы мол. Қазіргі заманауи тілмен айтқанда, оның күйеуі тиран болған, ұрған, соққан. Ондай күйеуден құтылғаныма кім болса да қуанады. Әйткенмен, жап-жақсы күйеуден ажырасып кетіп жатқан әйелдер де жоқ емес. Міне, солар арада көп уақыт өтіп, ешқандай зәбір көрсетпейтін күйеуінің қадірін біліп өкінеді. Мен де өкінем. Мен кеш тұрмысқа шықтым. Шынымды айтсам, күйеусіз өмір сүруден қорықпадым. Тек баласыз жалғыз өтуден қорықтым. Сондықтан да жасым 37-ге келгенде өзім үшін бір бала туып алуды ойладым. Бірақ қарт анам ағайын туыс не дейді деп кейіді. Ал мен бала үшін әйтеуір біреуге тұрмысқа шыға салғым келмеді. Сонда бір құрбым жуас бір жігітті тапта, соған тұрмысқа шық. Мейлі үй жайы, еш нәрсесі болмаса да келіс. Беташар өтіп неке қиылып, жүкті болғанша бірге тұр. Кейін ажырасып кете саласың. Сонда анаң ренжімейді, ешкім көшеден туып алды демейді деп ақылын айтты. Құрбымның айтқаны ұнады. Мен сияқты жоғары білімді, жұмысы бар, көркі ешкімнен кем емес қызға қарапайым жігіттер ессіз ғашық болып қалады деп ойлаушы едім. Бірақ олардың да арасынан үйленем деп айтатын табу оңай болмады. Түріне, жағдайына қарамай, "Енді сен туа алмайсың ау, ауылда тұруға келіссең үйленем. Бұрын ешкіммен тән жақындастығына бармағансың ба, гинеколог жеңгеме тексертіп алам деп әңгімені көбейтіп, қиындатып жіберген жігіт көп болды. Сөйтіп жүргенде жолы болмай жүрген ауылдың қарапайым бір қара жігітімен таныстым. Әр түрлі жұмыстарды істеп жүрген жігіт, жоғары білімі жоқ, бірақ сөзі түзу, келбеті де орташа, жуас, өзіммен түйде құрдас. Бұрын үйленбеген ол менің өткенімді тәптіштеп сұрамады. "Үйленем, маған тұрмысқа шық", деді 3-ші кездесуде. Не баспанасы жоқ, не көлігі жоқ, бірақ батыл. Мендей қызға батылы жетіп ұсыныс айтқанына тәнті болдым. Бірақ мен армандаған күйеу басқа. Алайда уақытым өтіп бара жатыр. Құрбымның ақылын тыңдап, сол жігітпен 4-ші кездесуде кете бардым. Өз келісіміммен босағаттадым. Бірақ ағайын туысқан алып қашып кетті деп айттым. Өйткені бәрібір онымен ажырасатын болған соң сырға салу, құда түсу, тәтті шай деп екі жақты да шығындағым келмеді. Менің арам ойымды ешкім білмеді. Жігіттің жеңгелері неге үйленбей жүр десек, қыз таңдап жүріп қалған екен ғой деп жатты. Қуғыншылар келді. Қуғыншы болып келген әпкем оңашада өмір бойы жалғыз өтеме деп уайымдаушы едік. "Жарайсың, дұрыс қадам. Шешенге қуанып жатыр", деді. Олар менің ойымда қандай жоспар бар екенін қайдан білсін. Алайда адамның дегені бола салмайды екен. Мен тұрмысқа шыққан соң 2-3 айда жүкті боламда ажырасып кетем деп ойлаған едім ғой. Бірақ 1,5 жыл өткеннен кейін аяғым ауырлады. Онда да емделіп жүріп әрең жүкті болдым. Құрбым, "Жүкті болдың ғой, енді жоспарыңды жүзеге асыра бер", деп есіме түсірді. Ақмақтық па, әлде сөзге еру ме? Мен сол күннен бастап күйеуіме мінез көрсетіп ажырасуға сылтау іздедім. Қазір ойланып отырсам, құрбым өзі ажырасып кеткен соң менің де ажырасқанымды қалаған екен ғой. Күйеуім барлық мінезіме шыдады. "Бір күні саған тұрмысқа шыққаныма өкінем", дедім. Терең күрсінді де. "Неге? Менен не жамандық көрдің?" деді. Шынымды айтайын, аузыма сөз түспеді. Өйткені ол өте қамқор. "Демалыс күндері сен демал. Бүгін палау күні, мен пісірем", деп өзі ас үйде жүреді. Палауды керемет пісіреді. Жұмыстан кеш келсем өзі тамағын ысытып ішеді. Кейбіреулер сияқты мені күтіп отырмайды. Ешқандай кемшілік таппаған соң, жалақың аз, еш нәрсеге жетпейді. Жұрттың күйеулері әйелдеріне ай сайын алтын әпереді, сыйлық жасайды. Ал сенің тапқаның азық-түліктен артылмайды, дедім. Оның жанды жері сол, дипломның жоқтығы. Үндемеді. "Бизнес-план жасап жатырмын. Осы көктемде мемлекеттен берілетін қайтарымсыз грантқа құжаттарымды тапсырам. 5 миллион ұтсам, кәсіп бастаймын. Жоспарым көп", деді. Ал құрбым осы жасқа дейін неге кәсіп ашпапты? Мемлекеттік гранттың беріліп жатқанына 1 жыл болды ғой.
жатып шердің әңгімесі ғой, ажырасып кет, кейін асықпай өзіңе ұнайтын жағдайы жасалған әдемі жігіт тауып аласың. Қазір бір баласымен де керемет ер азаматқа тұрмысқа шығып жатқан келіншек көп деді. Ажырастым. Заңды некеге тұрып үлгермеген соң екіге айырылысу қиын болмады. Бірақ ата-енем, әке-шешем де қатты ренжіді. Шекесі торсықтай ұлды болдым. Анам ауырып төсекке таңылып қалды. Әйтпесе балама қарап берем деген тұғын. Балам 2 жасқа толғанша қатты қиналдым. Қуаты тасып тұрған жас емеспін. Түнімен балаға қараймын деп шаршаймын. Дүкенге жүгіріп барып келе салайын десем, балаға қарайтын адам жоқ. Ал оны өзіммен алып жүру үшін қалың киіндіру керек, ол да жұмыс. Тіпті душқа шомылып шыққанша балаға қарайтын адам іздеп қиналатынмын. Осы кезде күйеуімнің қадірін түсіндім. Біресе көршімді шақырам, біресе құрбым қарай тұрады. Бірақ бәрібір күнде қасында болып көмектесетін адамның болғанына жетпейді ғой. Күйеуім болғанда ол түнімен өзі-ақ балаға қарайтын еді. Тамақ та пісіріп берер еді деп оны сағынатын болдым. Бірақ ол өте намысшыл екен, немесе көңілі қатты қалған. Мені іздемеді, телефон нөмірін де ауыстырып тастапты. Баламды кейін балабақшаға беріп, қайтадан жұмысқа шықтым. Ол мектепке барды, ал мен әлі арманымдағы сымбатты жігітті жолықтырмадым. Әрине көрікті, табыскер азамат көп, бірақ бәрінің отбасы бар. Ал ажырасқандары үйленуге құлықты емес. Жасырып қайтем, 2-3 ажырасқан еркекпен сезім жарастырып көрдім. Үйленейік деп те айттым. Бірақ олар бала шағам өсіп жатыр, 2-ші рет үйленіп жауапкершілік алғым келмейді. Осы өмірім ұнайды дейді. Үйленбеген жас жігіттерде жолықты. Олар алғашқыда жақынырақ танысайық, сөзіміз жарасып жатса үйленем дейді. 4-5 айдан соң әкем баласы бар келіншекке үйленуге қарсы. Өзімнен үлкен әрі ажырасқан келіншекке үйленем деген едім. Анам жылап қалды, жүрегі ауырады, оны уайымдатқым келмейді деп түрлі желеу айтып шыға келеді. Бір-бірімізге еш нәрсені міндеттемей кездесіп тұрайық деп жүрген нарқасқа 1-2 азамат та бар. Бірақ маған уақытша байланыс қажет емес, шаршадым. Жаман да болса күнде қасымда болатын шын жанашыр адам керек. Оның үстіне әйел бақыты үшін еркектің көркі маңызды емес екен. Қамқорлығы қажет сияқты. Күйеуім сияқты менің жанымды ешкім түсінбейтінін де енді ұқтым. Есіме оқушы кезде оққан керексіз сұлулық деген мысал түсіп отыр. Сол мысалдағы бұғы сияқты мен де бағымды бағалай алмаппын. Бір бұғы шөлдеген соң бұлаққа еңкейіп су ішіп жатып, өзінің әсем мүйізін көріп шаттанады. Сөйтіп денесінің басқа мүшелеріне көз салады. Бұғыға аяқтары жіңішке әрі көріксіз сияқты көрінеді. Сөйтіп тұрғанда арыстан шыға келіп бұғыны қуа жөнеледі. Бұғы қашып бара жатып, әлгінде ғана өзі жақтырмай тұрған аяқтары құтқарып жатқанын ойлайды. Бірақ орманда бұғының мүйізі әр бұтаққа бір оратылып, кібіріктей бастайды. Сол кезде арыстан оны ұстап алады. Сонда бұғы, мүйіздерім сорым болды, ал жақтырмаған көріксіз санаған аяғым мықты екен. Дұрыс бағалауды білмеген екенмін депті. Мен де дұрыс бағалай алмаппын. Кездесу болмайды. Әр кездесу не сынақ, не жаза, не тағдыр сыйы. Күйеуім тағдырымның сыйы болғанын кеш ұқтым. Әр нәрсенің қадірін уақытында әрі дұрыс бағалай білген жөн екен.